Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз картоп асын кеспемен дайындайтын боламыз. Кез келген қуырдаққа да қосуға болады. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай етімізді салып қызартып аламыз. Сіздер осы видео көре отырып, менің каналыма подписация басып тіркеліп, қоңыраша бексін басуды ұмытпаңыз. Мен сіздерге түрлі рецепттер салатын боламын. Сол кезде бірінші болып сіз көретін боласыз. Осылай картопымызды салатын боламыз. Картоптарымыз толықтай қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Түрлі дәмдеуіштер және қоспалар қоссаңыздар болады. Мен осылай тек қана картоп, сәбіз, ет қана қосатын боламын. Және паприка қосамын. Паприка және бір ас қасық тұз қосып араластырып жақсылап қуырып аламын. Құрметті көрермендер, менің YouTube каналыма тіркеліп, поделиться бастырмасын басып, осы видеоларымды достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар да болады. Мен барлық қоспаларымды осылай араластырып, жақсылап қызартып қуырып алдым, және бетіне осылай кеспемді салатын боламын. Мен бұл жерде аз ғана су қосамын. Бір шай кесе ғана су қосып, бетін жауып, етіміз піскенше қойып қоятын боламыз. Яғни 20-25 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Менде бұл жерде су көрсетілмей қалыпты, қанша құйғаны. Бір шай кеседей су құятын боламын. Міне қараңыздар, өте дәмді, түрі де өте ерекше, өте керемет ас. Міндетті түрде жасап, маған комментарий, яғни пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.